Қайырлы кеш, тыңдап тұрмыз сізді. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Қайрат, Исатай ауданы, Қайрат. Жақсы, сұрағыңызды қоя беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мен сұрағым дейтін, мына ислам дінінде музыка ән дейді ғой, соны тыңдау рұқсат етілген бе шариғатта, бұл туралы не айтылған, және Құран кәрімде қандай аяттары бар, ол пайдалы ма, не әлде зиян ба, рұқсат етілген бе, сол жөнінде сұрайын деген. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Мынау музыкаға, әнге біздің дініміз қалай қарайды? Құранда осы туралы айтылған аяттар бар ма? Бұл қандай пайдасы бар, қандай зияны бар дейді? في حكم الموسيقى والأغاني ما حكم الإسلام؟ أولا بالنسبة لحكم الأغاني لا شك أنه وردت بعض الأحاديث ومنها أحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة عندما كانت ذاهبة إلى عرس في بيت من بيوت الأنصار: هل أرسلتم من يقول أتيناكم فحيونا نحييكم؟ هذه يعني أبيات شعرية يغنونها. فاستدل العلماء على جواز ذلك في الأفراح وفي غيرها إذا كان بكلام حسن لا يدعو إلا إلى أمر حسن. أما الكلام الماجن القبيح الذي يعني يثير العشق بين النساء والرجال ويدعو إلى الفاحشة فهذا لا شك ممنوع منعا مطلقا. كذلك الأمر تكلم العلماء بالنسبة للموسيقى، فإن الموسيقى الداعية إلى إثارة الغرائز والشهوات هذه ممنوعة لا شك. أما ما كان من مثل الموسيقى الداعية إلى الشجاعة وإلى الحمية وإلى مثل الموسيقى عسكرية أو غيره من هذا القبيل فكثير من العلماء أجازه، وإن كان هناك فريق من العلماء لا بأس به قد منع ذلك. بالنسبة للغناء الكثير من العلماء جعلوا قاعدة: الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم. Әуелі мынау музыкаға байланысты сөз қозғайтын болсақ, бұл жайында имам Муслимнің сахи хадистер жинағында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі бар. Айша анамыз, Алла ол кісіге разы болсын, бір елді мекенге құдалыққа барып келеді. Сонда келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіге айтады: қалай барып келдіңдер ме? Иә, барып келдік. Неге жандарыңа біз келдік деп жаңағы әндетіп баратын адамды неге ертіп бармадыңдар жандарыңа дейді. Сонда осы хадисті ғұламалар келтіріп айтады екен, яғни қуанышты сәттерде өлең айтуға, музыка әуендерді жалпы қолдануға болатындығын ғұламаларымыз айтқан екен. Бірақ дегенмен де кейбір музыкалар, кейбір жаңағы өлеңдердің ішінде мазмұны дұрыс болмайтын болса, мәселен жаңағы еркек пен бөтен әйелдің арасындағы бір махаббатты суреттеп, жамандыққа, зинаға, некесіз қарым-қатынасқа шақыратындай бір жаңағы бір музыкалар болатын болса, өлеңдер болатын болса, әрине оған шариғат бойынша харам деген фәтуа беріледі ғұламалар тарапынан. Ал егер музыка немесе жаңағы музыкадағы сөздер, әндеріміз егер жақсылыққа бастайтын әндер болатын болса, отан сүйгіштікке дұрыс, сол сияқты әскери марштар, тағысын тағы мынау ұлтшылдыққа, сондай бір айтқан кезде мұсылманшылық амалдарды жасауға да тіпті шақыратындай бір музыкалар болатын болса, әуендер болатын болса, бұған ғұлама ғалымдарымыз дұрыс деп баға берген екен, бұны харам деп есептемейді екен. Яғни біздің Абай атамыз айтқан ғой, әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағының тиісері бар деп, яғни дұрысы бар, дұрыс емесі бар, оның баршасын сараптап қарауымыз керек.